Ал, не болды? Сендердің бұлттарына енді қошқардың араласқан қалыпты. Ладно, мен қошқар, ал мына текеге не жоқ? Ал бейтерге құқым жоқ. Ага, на камеру. Вы не имеете права. Подождите. Бұл типа текті теке Алматыдағы қаруланған күзет мекемесінің директоры екен. Немере бағатын жасында қоластындағы 40 күзетшінің айлығын бермей қан қақсатып жүр. Кезінде КГБ, бертінде КМБ-да белді қызметте болған абыройлы генерал мал екен. 17 медалі бар. Ондай абыройы барына шөп күйсеген аузымен түкіргенім бар. Егер қол астындағылардың тиынын бере алмай отырса. Бірінші рет естіп жатырмын. Отпустите микрофон. Қозысы барау дегенге бас қатырмай соя салатын иттіктеріне етіміз өлген. Бірақ өз балаларынан жерінетін малдық мінездерімді түсіне алмай қойдым. Жамбыл облысында осы апта шақалақты сатқан акушерлер ұсталды. Бар жоғы 1,5 миллион теңгеге малды емес, адамды сатқан ішіңе сиейін. Бүйткен адам деген атын құрсын. Қорғаныс саласын қорғайтын басқа министрлік керек-ау сендерге. Әйтпесе айдың күннің аманында өріндей жас сарбаздардың өліп жатқанын қалай ақтайсыңдар? Жамбыл облысында көз жұмған атыраулық сарбаз Бекбол Мираштың өлімі біздің де қабырғамызды қайыстырды. ДНК сараптамасында Бекболдың денесінен, киімінен бірнеше адамның шауқаты табылды деген не сұмдық. Сідігі тасыған ант тұрғандарды бізге беріңдер. Жазасын өзіміз береміз. 3 экспертизы ДНК прямо указывают, что есть следы 2 и более лиц мужского пола. Серке, ой ерке, базар жоқ. Қойдан қой қалдырмаған қошқарларды естімем, бірақ сен сияқты қатағы қатаймай жатқан тоқтыларға желімдей жабысқандарын көрмедім. Біз байғұсқа біреудің бақытын қызғану дегенде бұйырмаған ғой. Не ғой? Райымнан да жалығып жатсаң, біздің отырға қосылсай. Малдың монологын тағы да тыңдағың келсе, арнаға жазыл, чаттарға тарат. Адам айта алмағанды мал айтатын заман болды ғой. Еде.